Сағат таңғы 10:30-да Билайн центрге тегін телефон алуға келдім. Сөйтсем, адам қырғын талонмен очередьпен кіре деген 55-ші адамға келіпті, маған 178-ші деп талон береді ғой. 2 сағаттан кейін келсем, енді 94-ке келген. Қайнымды көріп қалдым да, ойла сен жүре берші осы жерде, мен тамақ ішіп келейін, мен саған звондап тұрайын, жақындағанда айт дедім. Ұшып отырып Шымкент плазадағы Ланжолға келдім. Арзан тегін деген жерлерде жүрем ғой. Бұл жердің лапшалары 1290 теңгеден басталады. Содан кейін арзан ғой деп осы жерден келдім. Неше түрлі салаттарын, жұмыртқаларын, парға піскен нандарын бәрін алып алдым. Лапшаның үстіне салып, буға піскен мантысында алып, бәрін араластырып, осылай дәмді қып тұрып жеп алдым. Острыйын жақсы көрем, острый соусында алып алғансың ғой. Бұны әштілерін қоспаса диетический сияқты тамақ болады. Диета ұстайтындарға да керемет, дәмі маған қатты ұнайды. Ауылда тұрсам да қаладан келіп осын жеп кетемін. Сықпай жеп отырсам қайнымыз звондайды, жеше 140-қа кеп қалды, қалай жақындайсыз ба дейді. Өлі дедім да, қалғанын тез жедім да, сөйтіп ұшып келсем 142-ке енді келген. Маған подписаться етіп алыңыздар, осындай пайдалы ақпараттарды шығарып тұрамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза беріңіздер. Бір уақытта очередім келді, алдында жарты сағаттай отырдым. Сөйтсем, мына 30 мыңдық телефон тегін екен, негізі қымбатын алыңыз, үстіне ақша қосыңыз деп басымды айландырды. Жоқ дедім да, осы арзанын рахмет деп алып кеттім.